Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін красный бархат тортын пісіретін боламыз. Бізге қажетті заттар. Описанияда қанша грамм екенін бәрін жазып кететін боламын. Майымызды саламыз. Комнатный температурада тұрған. Үстіне сахарымызды саламыз. Май мен сахарды миксермен взбивать етемін. Миксерді май мен сахарымызды взбивать етеміз. Енді сүтімізді құямыз. Аз-аздан құйып араластырамыз. Енді сухой сместеріміздің бәрін араластырамыз. Какаоны саламыз. Разрыхителімізді саламыз. Сухой смесімізді 3 бөлікке бөліп, салып араластырамыз. Бізде 2 грамм красителімізді қосамыз. Біздің тестамыз дайын. Енді осыны 3 бөлікке бөліп, осындай арнайы формаға саламыз. Форманың өзі 22 диагоналда. 3 бөлікке салып, 160-180 градуста сухой зубочистка болғанша пісіру керек болады. Енді кремімізді бастаймыз. Творожный сыр, сахарная пудра, сливки 33%-дан жоғары. Бәрі мұздай болу керек, холодильниктен шыққан. Сливкімізді құямыз. Жайлап бастап, сахарная пудра араластырамыз. Творожный сырымызды саламыз. Жақсылап крем болғанша араластырамыз. Біздің креміміз дайын. Осындай масса болғанша араластыру керек. Қоржынымыз дайын. Осындай пищевая пленкаға салып, 3 сағатқа холодильникке қойып қойсаңыздар, торттарыңыз өте сочный, дәмді болып шығады. Осылай кішкене томпайып тұрған жерлерінен тесталарымыз кесіп алып, әдемілеп. Біздің қожаларымыздың бәрі пісті. Енді тортты жинаймыз. Слаймен қойып, ондай формаға салып жинаймыз.
Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап шығыңыздар. Ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау саламатты болыңыздар.